Аха. Енді қазақты қорлап отқан енді сол өтірік емес пе енді? Киіз үйдің ішінде не істеуге болады, Хантер, соны айтшы. Сонда киіз үй ішінде тек қана қара жалаңаштан билегені ол дұрыс па негізі қазақ үшін? енді көргің келсе көр, негізі дұрыс емес қой, былай моральдық этикаға сәйкес. Дұрыс емес па? Иә, дұрыс емес негізі. Дұрыс емес, иә. Сол нәрсені неге айтпайсыңдар деймін да жалпы. Болды, осыны айтайықшы. Хантер, соны айтты ғой, соны Хантер. Қазақтар шулады ғой. Дұрыс па? Просто заң жоқ та оған. Шулады, сосын кешірім сұрап құтылып кетті олар. Киіз үйдің ішінде бала жасаған ата бабамыз соттаймыз ба дейді. Жоқ, енді әңгімені соған тақап отыр ғой енді ше. Қазекеңдер оны жазалап тастаған, оны жаңағыдай ше. Сөз беріңдер, Бажеке. Ол кісілерге де сөз айтсын. Айтсын, дұрыс. Мұсылман болса да, Қазақстан Республикасының азаматы. Енді қараңдар, жігіттер қараңдар. Бізде қазақта бізде киіз үй деген нәрсе, біздің салт дәстүріміз деген нәрсе біз үшін жоғары ғой, біз қазақпыз ғой. Қазақ болсаң қалай оны сен жоғары қылып сыйынбайсың ғой? Біздің мәдениетіміз, біздің салт дәстүріміз жоғары ғой. Жоғары, не болыпты жоғары? Біз соны ескере отырып тұрып сөйлеуіміз керек те негізі. Мен не ескермей отырмын ба оны, Хантер? Сен ескермей отырсың негізі, Дархан. Неге? Сенде үлкен бір ошибкалар бар, үлкен қателіктер бар сенде. Айтшы, мен ошибкалерін айтшы. Енді қараңыз, жалпы ислам діні сіз үшін кім, Дархан мырза? Ислам діні мен үшін ең бір ескіріп кеткен, бір 1000 жылдай болған иісі шығып, сандықтың иісі шығып тұрған ескі дін ол. Аха, ескі дін. Біздің қазақтың салт дәстүрі сіз үшін қаншалықты маңызды? Салт дәстүр ма? Қазақ болғаннан кейін өзіміздің туған туыстар соны ұстайды, мен де соны бұзбауға тырысамын, сондай нәрсе. Дархан мырза, сіз қолданасыз ба қазақтың салт дәстүрін? Кейде қолданамын, кейде қолданбаймын. Кейде қолданбаймын деген нәрсені қалай түсінеміз біз? Киіз үй деген дәстүр жоқ қой, қазір киіз үйге байланысты. Жоқ, Нұралиевна ма? Қазір бірмен кетеміз. Сіз үшін қаншалықты маңызды ол? Кейбір кезде қолданамын, кейбір кезде қолданбаймын деген қалай ол? Енді дәстүр өзі қандай нәрсе да? Дәстүрдің де озатыны болады, тозатыны болады. Дәстүр деген ол андай емес. Мысалға, Мұхаммед пайғамбардың сөзі емес қой, өзгертуге болмайтын. Жоқ, мен Мұхаммед пайғамбарды айтып отырмын. Біздің қазақтың салт дәстүрін айтып отырмын. Мен қазақтың салт дәстүрін айтып отырмын. Қазақтың салт дәстүрі. Бұрында бір салт дәстүр болған болса, ол қазір адамдарға ұнамай қалса, оны істемейді. Қараңыз, Дархан мырза, сізге қазақтың тікелей мен былай сұрақ қойдым. Қазақтың салт дәстүрі сізге маңызды ма деп? Қаншалықты маңызды ма? Қандай маңызды? Салт дәстүрі енді сіз қазақсыз ғой. Сіз толықтай қолданасыз ба? Қазақпын, ешқандай толықтай қолданбаймын. Не үшін қолданбайсыз толықтай? Енді ақым бар шығар қолданбауға. Жоқ, енді қараңыз. Енді бұл жерде бізде қазақта жазып қойды да, мысалы жалпы салт дәстүрде. Қайға жазып? Қараңыз, бізде салт дәстүрде мынандай нәрсені жазып қойды. Жалпы бізде жазып қойған, не? Сендер сказканы қуа бермей, жазып қойған. Айтсай қай жерге жазып қойған? Күлкім көрсін. Мынау таза қоймай ғой. Салт дәстүр маңызды емес пе саған? Маңызды емес маған, ешқандай бір өмірімде рөл ойнамайды ешқандай. Қазақ болу үшін бірінші не маңызды? Адам болу керек, ең бірінші. Адам ол өзбек те адам болады, американец те адам болады. Болыпты ғой. Енді біз жоқ, қараңыз, нағыз қазақ бойынша не істеп отырық қой енді жалпы. Қазақ болу үшін. Кім саған айтты, сол форматта сөйлесіп отырды? Сол формат емес, қоя тұршы айнау. Дархан мырза, қазақ болу үшін бірінші не маңызды? Адам болу керексің, ең бірінші. Ол адам итаги адам ғой ол. Өзбек болса да, қазақ болса да. Сен сұрадың, мен айттым, мен қабылдасаң қабылда, қабылдамасаң қой. Онда сіз жауап беріңіз.
Сіз қазақ болу үшін не маңызды деген сұраққа жауап бере адам алмасаңыз, болу онда сіз... керексің, ең бірінші адам болу керексің қазақ болу. Жоқ. Өтірік сөйлеп отырсыз мына жерде. Сіз онда қазақ емессіз. Сөз өтірік па? Осы сөз өтірік па? Адам болу деген? Сіз онда қазақ емессіз ғой. Мен сонда Байқамайсыз. адам болсам қазақ болмай қалам ба? Ол адам болу деген нәрсе, ол любой нәрсеге жата береді ғой ол. Бірақ қазақ болу үшін бірінші не маңызды? Осыны сұрап отырмын ғой. Ең бірінші категория адам деген категорияға жату керексің. Ол адам, итаки дали адам ғой ол. Нағыз адам ғой. Иә, болды, өттік. Екінші қандай? Не сұрайсың? Аха. Енді сіз элементарный логический сұраққа жауап бере алмасаңыз, Дархан мырза, мен ары қарай дальше қалай кетемін енді? Онда құрым. Логический сұраққа... Сіз маған логический сұраққа жауап бере алмайсыз. Қазақ болу үшін бірінші не маңызды деген сұраққа... Қазақ болу үшін ең бірінші адам болу. Нағыз қазақтың сұрағын жауап бере алмайсыз. Мен ары қарай қандай сұраққа өтемін мен? Білмеймін. Айтыңызшы. Өткің келсе өткің келмесе өтпей Хантер. Не? Онда білмеймін, кешіріңіз онда мен сізге ары қарай сұрақ. Кешіріңіз. Хантер, шынымен де сендер. Мен бір жерде естідім де прикол деп ойлап қалдым, бірақ. Мынау дінді қабылдап жатқан кезде сол жерде миды беріп кетеді дейді ғой молдаға, сол рас па? Хантер. Хантер. Ислам дінін қабылдаудың ең бірінші шарты дейді, миыңды бересің дейді. Көнесің деп қойсың. Иә, миыңды бересің. Иіліп тұрып Аллаға I love you'ңды айтасың, қамын жағасың. Ақшаңды шашасың ше. Ақшаңды шашасың. Садақа жәшігін толтырасың ба? Ағайындар, мен мынандай нәрсені көрдім. Содан кейін мұсылман боласың. Қара, қазақтың тарихын білмейтін, қазақтың тілін білмейтін, қазақ болу үшін бірінші не маңызды екен нәрсені білмейтін азаматтарда мынандай тұрғыдан сұрақ жауап алатын қазақтарға таң қаламшы. Не сұрақ қою? Жауап алу деп тұрсың ба? Жоқ, Хантер қарашы. Историкке мен осы сұрақ қойғам негізі басында ше. Қазақ болу үшін бірінші не маңызды деген сұрақты қойдым. Бұл да сен сияқты лаққан негізі. Тоқта, Хантер. Нұралиевна деген қарындасымыз ба, әпкеміз отыр екен. Бұл да солай қуады-ау негізі. Жоқ, тыңдасай, Хантер. Мына жерде сен де... Өзің жауап берші, дұрыс жауапты айтшы, көрейік естейік. Сен айтшы, Хантер, давай сендер тұрсайшы. Сендер қазақ болып өтсіңдер ғой мына жерде, қазақ. Жоқ, енді өзің айтып берші, біз білмей жатырмыз енді, Хантер. Сен қазақ болып отқан Демек сендер өтірік қазақсыңдар сендер. Енді сіздер сұрап жатырмыз ғой енді, Хантер мырза айтсаңызшы енді. Жоқ, мен сендерге жауап бермеймін, неге? Өйткені сендер қазақ емессіңдер ба? Сен өзің білмейсің ғой, дұрыс па? Сен өзің білмейсің ғой, Хантер. қызық қонау, иә? Дұрыс па? Ралиева бұны да сол тауықпен бір-екі ұшықтаған уақытында. Бірақтан бұған емі өтпеді. Саған ғана өтті ғой енді емі. Оған тауық та көмектеспеді. Сосын жаңағы емші апай тауықтың миын же деп айтты бұл кісіге. Ұрғарын әсер етпегеннен кейін. Бірақ ол әсер етті. Тауықтың миын же. Ол енді әсер етті. Жоқ, Хантер анау неден көп тамақ жеп болған ғой негізі, құдай тамақтан, Құдай тамақтан жеген. Көп тамақ болған ғой, Хантер сен. Дені сау болсын әйтеуір. Енді жауап бере алмайсыңдар ма енді? Ой, енді айтсай, Хантер, сен өзіңе сұрашы жауабын. Жоқ, енді историк, мен саған сұрақ қояйын. Қазақ болу үшін бірінші не маңызды? Бірінші сен итакта қазақсың сен. Ол ханмен келіп, қанмен кететін нәрсе ол, ұлт деген нәрсе. Дұрыс қой? Енді просто логический сұрақ та бұл жерде. Логический жауап сол. Сен хочешь, не хочешь, қазақсың сен. Қазақ болу үшін бірінші не маңызды? Хочешь, не хочешь, сен қазақсың бәрібір.
Ал анау мысалы дәстүрді ұстамаймын, ұстағым келмейді, либо араб құлдықпен ауыру, оның бәрі уақытша нәрселер. Мен сөйтіп қабылдаймын. Оның бәрі өтпелі кезең адам баласында. На самом деле, мен логикам бойынша, ойым бойынша сен шүкір, керемет. Дарханчик, қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Қантар. Нұреке, соңғы кезде байқаймын, Өзбекстан мәрузаларын көп тыңдайтын болыпсыз. Дархан, мынандай ғой, Өзбекстан мәрузасы болғанда, оларда тәрбиелік мәні бар ғой, Дархан. Ақиқатын айтшы кәдімгі адам ретінде де. Адам ретінде мен бір нәрсе айтайын, Нұреке. Өзбекстанның уағызы жоқ. Өзбекстанның молдаларының уағызын тыңдасаң, мұсылман болып кеткің келеді. Соны айтам ғой. Мұсылман болып кеткің келеді. Себебі олар қанша жылдан бері уже қалыптасқан да, олар отырғыш халық болған ғой енді олар. Дін все-таки бізден бұрын барған ирандықтар апарып берген ғой енді түгелдей. Соны енді олар әдемі сөйлейді. Бізде қазақ деген не ғой? Не дейді, мынау көшпелі қазақ, сосын қазақ деген нені қалай бар, солай айтатын қазақта бүйтіп, өзбек құсап, бүйтіп тыға алмайды, жасыра алмайды. Біздің қазекең қалай оқиды, айтты ма пайғамбар қарындасыңа үйленді. Ол біздің молдалар тақ еткізіп айта салады. Қазаққа тура келе ме, келмей ме айта салады да. Өзбектер оны ол жақтарын айтпайды. Өзбектер тек қана мынау адами моральдар бар ғой, соған қатысты қылып, сол дін сонымен біте жарасқандай қылып, сөйтіп айтып береді да, тыңдасаң кіріп кетесің. Соны айтып отырмын ғой, біздікілерге қарасаң, мысалы Өзбекстан мындай нәрсе бар да, қараңыздар. Қантар, бір минуттар айта қояйын. Қантар. Давай. Мына қараш, Дархан, мынандайда олардікін қарасаң, жаңағы анайы, жаңағы тірілдеп атқан нәрсе, анау сідігі шық қойып атқан нәрсе, ондай дүние айтпайды да. Мүлдем айтпайды, мүлдем айтпайды. Оларда жаңағы бауырмалық, ағаңды бауырыңның үйін оң саусағыңның көрсетсең, жанаттан орын бар дейді. Іздеп барсаң, ойбай, 20 қадамың, әр қадамыңа 20 сауап бар дейді. Бізде жоқ. Нұрлан, тыңдашы бері қарай. Өртенесінді айтады, басқа еш нәрсе жоқ қой. Нұреке, сондай мұжың әңгіме, через 33 алып келу әңгімені солар шаршатпай ма сен, братан? Қайсы, қалай сонда? Өзбекше вариантта жаңағыдай майдалап жеткізуші бір әңгіменше. Олардыкінше, бажеке, мен өзбек тілін білгендіктен айтамын да. Өзбектердің молдалары біздің молдаларға қарағанда адамгершілігінің өзі жоғары. Прям сөйлеген кезінде адамгершілігінің өзі әдемі. Олай сөйлейді ғой. Имамдарша. Ешқандай бір қатты кетпейді, бірдеңе. Ешқандай сосын отырып алып, тозақта мәңгі жанасын, ондай сөздерді айтпайды ше. Енді ол ясына ғой, енді оларда үкімет қадағалап отыр ғой. Дұрыс па? Бізде де қадағалап отыр ғой, қадағалап отыр ғой. Біздікімен олардың үкіметін салыстыруға келмейді. Олар атады ғой кәдімгідей шешесі, артық әңгіме айтып жүрсең. Историк бізде де қадағалап жатыр. Бұлардың уағызда айтқанда, ойбай, КНБ айтқызбайды дейді. Бауырмалықты айтқан үшін сені КНБ соттап жібермейді десектер, тыңдабаңдар. Бауырмалықты айтқан ол КНБ сені атып тастамайды, ойланыңдар. Қарындасыңды ізде, бауырыңды ізде, анаңа құрмет ет дегендерді күнделікті арықты тазала, ел суалып кетпесін дегенге КНБ соттап жіберсе, маған келші мен. Жоқ, Нұрлан, Өзбекстанда, тыңдашы, Өзбекстанда сақал қоя ма халқы жалпы? Ой, шалдар қояды, жастар қоймайды. Өйткені заңмен тыйым салынған, дұрыс па? Иә, ол жағы да бар. Дұрыс айтасыз, бажеке. Ол жағы да бар. Бізде шешесі кейін сақал 2 метр, дұрыс па? 20-ға жетпей жастардың. Дұрыс қой? Разница бар, о жақта тәртіп бар дінге дегенше. Өйткені терактілер бізден бұрын болып қойды о жақта. 2005 жылдары Ташкентті 5-6 рет жарып, Наманганда 40 болып қойды. Андижан болды, Наманган ба, Андижан ба? Андижанда жаман болған негізі. Так что ол жақта ертерек білінген әсері, діннің әсері бізге қарағанда. Сосын бірден айтайын ба, бажеке? Короче, мен нені көрдім? Мысалға, Ташкенттегі өзбектердің өзі бүшілей ондай емес та, мысалы, келін алады ғой, келін қызмет етеді, мынандай тірліктері бар ғой енді, мысалға, өзбектерде, қазақта да. Бірақ дін қатты кіріп кеткен өзбектер, бұлар Андижан. Андижан? Ең қатты дін керемет оларға кіріп кеткен, бұл Андижан болып есептеледі. Андижанның оларда мынандай.
келін қонақ келеді ғой, еркектер отырады ғой мысалы дастарханда, еркектерді әйелдерді мысалы отырады, иә. иә Ана келін дастархан жаққа келмейді мүлдем, ана шайды тамақты көтеріп әкелмейді. Ана кухнядан күйеуі, кухнядан әйелі бүйтіп легенді ма тамақты бүйтіп сәл көрсетеді, ана күйеуі бізге шай құйып отқан болса жүгіріп кетеді кухняға, сөйтеді де кухнядан өзі барып алып келеді. Ана әйел Енді қараңдар. Хантер, тұра тұршы. В общем, кірген кезде де олар датау ана неді, әйелді анау қатты қызғану мәселесі бар ғой, енді сақ қарай тартып кетеді де, хотя оның қатынына кім қарап отыр мысалға да, біреудің қатыны толық, біреудің қатыны беті қисық, көті қисық, әртүрлі ғой қатындар. Сол қатынды да как будто мысалы менің көзіме ананың келіні көрінсе, мен оны прям періскім келетіндей ойлайды да. Долбоебизм да былай жеткен. Орта ғасырда қалды. Біздің қазақтар әйелің ауырса қонақ шақырды. Енді қараңдаршы. Мен сөзіңе қосып жіберейін. Бұл жерде бір нюанс бар да, нюанс бар, қара. Хантер, бір бет қосып жіберсем бола ма? Дархан қара. Сен қазақтың салт дәстүрін білесің бе? Мысалы, допустим, саған элементарный логический сұрақ. Басқа нәрсе айтып кете, Хантер, көтін қыса тұршы, базигің сөйлеп отыр. Хантер, бір ауыз айтып жіберейін. Историк сен білесің бе? Қазақтың салт дәстүрін білесің бе? Енді қара, Хантерді Өзбекстан Наманганда мысалы әйелдер автобусқа артынан мініп. Не істейсің сен? Қазақтың салт дәстүрін білесің бе? Қоя тұршы енді Хантер, енді айтып бітірейінші, білем, не айтып отыр ғой? Білеміз салт дәстүрді, білеміз деп айтыңыз. Просто айтайын деген мынау ғой, қайсысын шығарып жібердіңдер? Мен шығардым. Мысалы Бажеке ше Андижанда әйелдер автобустың артынан мініп артынан түседі, дұрыс па? Еркектер дұрыс айтасың. Еркектер алдынан мініп алдынан түседі ше. Олардың үйлерін білесің. Ондай жоқ. Ташкентте ондай жоқ, Ташкентте ондай жоқ. Не үшін Ташкентте ондай жоқ? Ал шет жағында бар. Ташкент ол не дегенмен Ташкент ол баяғыдан центр болған. Ол жерінде атеистің де тұрады, христианың да тұрады, былайша айтқанда орталық қой енді. Орталық, иә. Ол орта ғасыр болмағандан кейін ол жақта кішкене бір андай бар. Адамдардың теңдігі, осындай нәрселер бар. Дұрыс айтасың Бажеке. Одан кейін Өзбекте мысалы үйлерді салған кезде барлық жағдай жаңағы қатынды қызғану үшін салынған, дұрыс па? Үйлердің айналасы заборлары өте биік болады, 4 метрге шейін. Дұрыс қой? Көшеге тақап салады. Көшеге тақап салады. Үйдің ішіндегі бір нәрсе көрінбейді сыртқа ше? Иә. Сосын ағайын болып араласуларда олардың мүлдем бөлек, тек қатындар бөлек араласады, еркектер бөлек араласады. Дұрыс қой? Иә, той жасаса, мысалға әйелдер бөлек отырады, еркектер бөлек отырады, осындай да. Оның бір бізде де бар элементі мына жерде. Мысалға біз адамның анау 7-сін 40-ын береміз қайтыс болған кезде. Обязательно еркектер бөлек отырады, әйелдер бөлек отырады. Именно мына Құран оқитын жерлерде, мынандай бөлек отырады. Отбасыммен бірге болсам, бәріміз бірге отырамыз дер. Бірақ анау жиындарда еркектерді басқа бөлмеге кіргіземіз, әйелдерді басқа бөлмеге кіргіземіз да. Бұл сөйтеміз. Бұл таза діннің ықпалы.